жүректің ең үлкен дерті ол рия. Біреу көру үшін істеу. Риякерлік. Сондықтан имам Абу Ханифа айтады, рия амалды жоймайды, амалдың сауабын жояды. Бір адам келді жаңағы, үйде тез оқиды да намазды. Дейді да жаңа тұрып кете береді. Мешітке келіп қалса жаңа, ана намазды қойды да жаңа. Ақырын тәкбір Алла. Тұра жаңа, қарап қызығып отырасың. Ол адам жаңағы оның мойнына намаз түседі, сол намаз. Бірақ ол намазына сауап болмайды, рия болғандықтан. Қиямет күнде мысалы бір адам келді да құптан намазын оқыды. Адамдар көрсін деді. Ол сол оқыған намазынан қияметте сұралмайды, өйткені ол орындады. Бірақ оның сауабын алмайды. Рия амалдың өзін жоймайды, амалдың сауабын жояды. Сол сияқты әл-ғұжб дейді. Әл-ғұжбтен Құдай сақтасын, бұл да рияның бір түрі. Өзін соған лайық көру. Өзін соған лайық көру. Мен негізі бұған лайықпын жаңағы. Негізі намаз үшін жаратылған адам сияқтымын деп қояды. Кетті ол бейшара. Ораза ұстасып, мен сияқты ұстасын дейді. Бітті. Ол өзі соған лайық көру, және сол жасаған ішіне таңғалып деп қояды. Ризабек, сен мықтысың, сен жүрген жерің дейді. Ол уже адам оған өзін лайық. Сен Құдай сен соған әкеп тұрған. Құдай саған мүмкіндік берді. Сосын рия, сосын өз іске лайық көру, немесе соны таңдану өзінің жасаған ісіне. Бүгін сені не істедің, не істемеді сен бүгін дейді. Бітті ол. Өз ойында ол жаңа нетіп отырады. Мен болмағанда лайық көреді өзін соған. Олай лайық көргімейді. Сондықтан Құдай нәсіп етті. Сондықтан адам баласы жаңа неге өзіміздің қас жауымыз біздің шайтан, әбіліс. Екінші ешкім емес. Не? Ол біздің нәпсіміз. Нәпсіміз күресу керек.